Қыркүйектен бастап мобильді аударымдарды тексерудің жаңа ережелері күшіне енеді. Биыл тексеру үшін негіз ретінде 3 айда 1 миллион теңгеден асатын шекті мөлшер енгізіледі. 3 айда әртүрлі ақша аударымдардан жалпы сомасы миллион 20 мың теңгеден асатын 100-ден артық аударым алатын жеке тұлғалары тексеріледі. Бақылау қалай жүргізіледі? Банктер белгілі бір уақыт аралығында мобильді аударымдардың саны мен көлемі белгіленген критерийлерден асатын жеке тұлғалар туралы мемлекеттік кірістер органдарына жолдайды. Одан кейін салық органдары алынған ақпаратты талдайды. Жылжымайтын мүлік иелері үшін 3 жаңа төлем енгізілмекші екен. 15 қыркүйектен бастап Қазақстанда жылжымайтын мүлік пәтерлер, яғни автотұрақ орындары, қоймалар иелері үшін 3 міндетті төлем енгізіледі. Одан бөлек күзге әскерге шақыру науқаны басталған жақсы білесіздер. Осы орайда Қорғаныс министрлігі шақырылатын сарбаздарға SMS хабарлама жіберетінін білесіздер. Енді бұл шақырту қағаз құжатпен бірдей теңестіріледі екен.